Шамамен жарты сағаттан кейін Алматының орталық стадионында көптен күткен футбол матчы басталады. УЕФА Чемпиондар Лигасының 3-ші іріктеу кезеңінде Қайрат Глазгоның Селтигін қабылдайды. Қазір стадион маңындағы көлік қозғалысы шектелген, жанкүйерлер орнына жайғасып жатыр. Біздің тілшіміз Аршын Кемелжан да стадион маңынан тікелей эфирге қосылуға дайын. Аршын, кеш жарық, жанкүйерлердің көңіл күйі қалай? Кеш жарық, Дастан, орталық стадиондағы көңіл күй тамаша, ұрандатқан, атойлаған жанкүйерлер футбол кешінің ажарын аша түсті. Бүгін Қайрат үшін және жанкүйерлер үшін тарихи күн. Себебі Алматының төрінде алғаш рет Чемпиондар Лигасының әнұраны шырқалады. Шамамен жарты сағаттан кейін көптен күткен қарымта әрі шешуші кездесу басталады. Осы ретте Қайраттың жанкүйерлерінен сұхбаттасып пікірлерін білген едік, соған назар аударсақ. Енді алдыңғы ойынды көрдік, қалай ойнаған Қайраттың. Енді Дастан Сатпаев болмайды, ол сізде басқа ойыншылар бар бізде. Соларды соғады, жақсы ойнайды деп көрістім мен. Үйде жақсы ойнап келе жатырмық біз. Билет тапшы, билет әрең таптық негізі. Бірақ шүкір, бұйырып тұр екен, билет таптық. Енді Қайрат үшін болеть етуге келдік. Преданный болельщикпін деуге болады. Қайрат жеңісіне сенеміз. Енді ойым Словакиядағыдай тең аяқталып, пенальтимен Қайрат ұтады деген сондай прогноз болып тұр. Алғашқы ойын 20 тамызда Глазгодағы Селтик паркте 0-0 есебімен аяқталған болатын. Бүгінгі шешуші ойынға шотландиялықтар да арнайы келген. Олар да жеңістен үмітті. Ендеше билеті барлар стадионға кіріп жайғасып алды, ал билет алып үлгермегендер жерлестерімізге стадионның сыртынан қолдау білдіреміз деп келіп жатыр. Егер Қайрат жеңетін болса, Чемпиондар Лигасының топтық кезеңіне жолдамалады. Сондықтан жерлестерімізге сәттілік тілейміз. Сонымен қатар, осы жердегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 2000 сақшы жұмылдырылған. Олар аумақтағы қоғамдық қауіпсіздікті және көлік ағынын реттеп тұр. Дастан, мендегі бар ақпарат осы. Рахмет, бізде осы Астанада студияда отырып жанкүйер боламыз. Енді бүгін тарих қайта жазылады деген ойдамыз. Рахмет, Алматыдан Аршын Кемелжан болатын, біз жалғастырайық.